Қайырлы күн, менің есімім Диана, Павлодар қаласынанмын. Жалпы Май ауданы Ақжар ауылының тумасымын. Отбасымызда 6 баламыз, мен кенжесімін. Менен кейін тағы да інім бар. Жалпы өз басым Ақжар жалпы орта білім беру мектебін қызыл аттестатпен тамамдағам. Қазіргі таңда Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледждің қазақ тілі және әдебиет мамандығы бойынша 3-ші курс студентімін. Өзім жайлы айтып өтсем, жасым 18-де, қазіргі таңда міне Аманат партиясы жастар рухы жастар қанатының белсендісімін, Қырбаласы қоғамдық қорының белсендісімін. Осы жерде түсіріп, мысалы Қызылордада, Қарағанды облыстарында төтенше жағдайлар болды, әртүрлі апаттар болды. Одан кейін Екібастұз қаласында алдыңғы жылы тағы да апат болды. Сол кезде біз командамызбен бірге Екібастұзға да бардық. Одан кейін осы жақтан көптеген көмек те жібердік. Мысалы өрт шыққан кезінде Қызылорда кентінде. Одан бөлек осы қала ішінде әрдайым біз ардагерлерді ардақтайық деген жобамыз бар. Сол арқылы біз әр жұма сайын ардагерлерге барып, еріктілікпен айналысып тұрамыз. Қазіргі таңда менің жобам аяқталды, бірақ сонда да өзімнің қарқынды босатқан жоқпын. Яғни жоба бітсе де мен әлі күнге шейін еріктілікпен де айналысам, әлі күнге шейін кітап та оқимын деген сияқты. Яғни бір қарқында әлі дамып келем. Менің арманым ол журналистика мамандығына түсу, сондықтан болашақта өзіме керек деп, қазір төте жазуды үйреніп жатырмын. Үйреніп жатқаныма 3 айдан астам уақыт болды. Қазіргі таңда нәтиже бар. Әлихан Бөкейхан атындағы ұлттық зерттеу орталығының мүшесі атансам деген өзінің кішкентай арманы бар. Сол арманға жетудегі осындай төте жазу үйреніп оқуға, бұрынғы хаттарды архивтарға барып тұрам, Бұқар Жырау атындағы музейға және де облыстық архивтарға барып, осындай жұмыстармен айналысқанды жақсы көрем. Мен есім Үсенова Әсем Рамазанқызы. Мен ел үміті премиясының жобасының жоба үйлестірушісі болып табыламын. Жастардың тұлғалық дамуын көздейтін ел үміті премиясы 2023 жылғы 15 қыркүйекте бастау алған болатын. Жалпы алғанда бұл жобаға 14 пен 18 жас аралығындағы көшбасшылық қасиеттері айқын, белсенді өмірлік ұстанымы бар, өзін өзі жетілдіруге және топпен жұмыс істеуге ұмтылысы бар жастар қатыса алады. Бұл жоба премия ел үміті ақпараттандырылған жүйесінде өтеді. Бұл дегеніміз еліміздің түкпір-түкпірінде орналасқан тұратын ауыл жастарына, қала жастары болсын, қатысуға үлкен мүмкіндік береді. Жалпы алғанда бұл жоба 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол өзін өзі жетілдіру кезеңі. 6 ай ішінде 7 бағыт бойынша қатысушы өзін өзі дамытады. Мен Тұран садағат орталығына келдім. Менің көп уақытым негізі осында өтеді. Өзім қазіргі таңда Қырбаласы қоғамдық қорының мүшесімін, сондықтан Алаштың, қазақтың осындай ұлттық ойындарын ойнағанды жақсы көремін. Садағату менің сүйікті ойындарымның бірі. Өзім Қырбаласы қоғамдық қорының мүшесі болғаннан кейін осындай қазақтың ұлттық ойындарын ойнағанды жақсы көремін.